Надандардың арасында білімді адам, өлілердің арасындағы тірі кісі іспетті. Жетілген адам көркем сөз айтатын емес, айтқандарын жасайтын және жасай алатынын айтатын адам. Келген жағыңды ұмытсаң, баратын жағыңа адасасың. Өмірде сондай таңдаулар жаса, қол жеткізгендерің жоғалтқандарыңа тұрарлық болсын. Бір өтірік қандай мақсат үшін айтылған болса да, әрқашан ең жаман шындықтан да жаман. Бұзылған достықтан кейінгі жиіркеніш, жемістердің ең шірігі, өлімге әкелушісі. Жасанды дос сабын сияқты, жүзің мен қолыңды жуады, бірақ аяғыңды тайдырады. Адамды мен оны олай деп ойламаппын дейтіндей дәрежеде ренжітпеңіз. Кейбір адамдар бір-бірін жек көрмейінше өзгені жақсы көрмейді. Әрбір нәрсенің жаңасы, тек достықтың ескісі жақсы. Кісінің соңғы күнін көрместен бақытқа қол жеткізді демеңіз. Қуанышты сәтіңде уәде берме, мұңайған кезіңде жауап берме, ашулы сәтіңде шешім қабылдама. Адамдар жарқырағанды өшіруден, өрге өрлегенді жерге ұрудан ләззат алады. Басқалар құлағанда шірік тақтайды баспау керек еді дейміз. Өзіміз құлағанда басқан тақтайдың шірік болғанына шағымданамыз. Судың қадірі құдық құрғанда білінер. Абай бол, қыздың сүйдім дегеніне алданба. Олар ойыншық аюға да солай айтады. Бүгін көз жұмғандарымыз ертең бізге көз аштырмайтындай халге әкелетіндер. Өткендегі саған зиян бергенді ұмыт, бірақ мүлде сол зиян саған нелер үйреткенін ұмытпа. Саған арқа сүйеген адамға мүлде өтірік айтпа. Саған өтірік айтқанға мүлде арқа сүйеме. Әйел тек көзбен таңдалмайды. Оны көзіңнен көре, құлағыңмен таңда. Қалағаным болмады деп қайғырма. Не одан да жақсысы болар, не хайырлысы осы болар.